Мына фотоға назар аударыңызшы. Жоқ, бұл кеңес үкіметі кезіндегі дүкен алдындағы кезек емес. Жамбыл облысының орталығында қантты арзан бағамен алу мұңға айналған. Тұрғындар сол үшін таң сәріден ұзын сонар кезекке тұруға мәжбүр. Ақпарат Экспресс-ка сайтында шықты. Мәселе жыл басынан келе жатыр. Әлі шешімін тапқан жоқ. Жоқ, Таразда қант тапшы емес, барлық әлеуметтік дүкендерге келіп тіреледі. Сатылатын тауардың құны нарықтағыдан төмен, сәйкесінше сұраныс жоғары. Коммерциялық дүкендерде қант толып тұр. Бағасы енді 400-500 теңге арасында. Әлеуметтік дүкендерде 250-ден, дейді тұрғындар. Тек бір талап бар. Әр сатып алушының қолына бір келі ғана беріледі. Адамдар ол үшін бірнеше сағаттап кезекте тұруға мәжбүр. Жауаптылар болса, тауарды шектеп беру, алып сатарлықпен күрес үшін жасалған амалсыз шара. Әлеуметтік жағдайы төмен тұрғындарды қамтамасыз ету үшін